Қазақ тілін орыс мектептеріндегі оқытудағы басты мақсат оқушылардың сөздік қорын молайту, берілген мәтінді түсініп, қазақша әңгімелеп беруге дағдыландыру, ойын қазақша жеткізе алатындай дәрежеге жеткізу. Сабақ оқыту барысында өткізілетін ең күрделі жұмыс түрлерінің бірі сабақта мәтінмен жұмысты ұтымды ұйымдастыру болып табылады. Осыған байланысты мұғалім мәтінмен жұмысты жүйелі жүргізгенде ғана және оқушының сауатты оқу дағдысын арттыра білгенде ғана нақты нәтижеге қол жеткізе алады. Бүгінгі таңда білім беру саласында инновациялық технологияларды сабақта қолдану бұл заман талабы. Әрбір оқушының білім деңгейін талапқа сай көтеру үшін әр мұғалім сабағында инновациялық технологияларды қолдану қажет. Мен өз сабақтарымда мәтінмен жұмыс жасау барысында жаңа инновациялық технологияларды кеңінен қолданамын. Оқушылардың қызығушылықтарын ояту кезеңінде, жаңа тақырыпты түсіндіру кезеңінде оқушылардың сыни ойлау дағдыларын жетілдіру үшін филокестесі әдісін қолдану тиімді екендігіне көзім жетті. Бұл филокестесі әдісі көркем шығармадағы кейіпкерлердің образдық тұлғасын ашуға бағытталады. Оқушылар топпен жұмыс істейді. Топта филокестесі әдісі бойынша мәтіннен тапсырма түрлерін оқушылар бөліп алып, мәтінмен жұмыс жасайды. Топ 4 оқушыдан тұрады. Мысалы, бірінші оқушы кейіпкер бейнесін ашатын дерек фактіні келтіреді. Ал екінші оқушы кейіпкер туралы өзінің ойын пікірін айтады. Ал үшінші оқушы кейіпкердің образдық тұлғасын ашатын сұрақтар құрастырады. Ал төртіншіде оқушы сұраққа сай іс-әрекетін жоспар арқылы ұсынады. Қорытындысында оқушылар жұмыстарын біріктіріп, кестені толтырады. Бұл әдіс 11 сынып оқушылары мен көркем шығармаларды оқыған кезде өте тиімді. Мен өзім бастауыш сынып оқушыларына сабақ беремін. Бұл әдісті мен оқушылармен мәтінмен жұмыс жасау барысында кеңінен қолданамын. Филокестесі әдісі бойынша тапсырма түрлері 3 сынып оқушыларының жас ерекшелігін ескере отырып жасалды. Мысалы, 3 сыныпта Абай ұлы ақын тақырыбын өткен кезде осы филокестесі әдісін қолдандым. Бұл жерде оқу мақсаты оқыған мәтін бойынша оқушы өз ойын пікірін дәлелдеу болды. Тапсырма оқу мақсатына сай құрастырылды. 3 топқа 3 мәтін берілді. Мәтін мазмұны бойынша оқушылар кестені толтырды. Кесте 4 бағаннан тұрды. Бір оқушы мәтіннен кейіпкер бейнесін ашатын деректі фактіні келтірді. Ал екінші оқушы кейіпкер туралы ойын өзінің пікірін айтты. Үшінші оқушы кейіпкердің образдық тұлғасын ашатын сұрақтар құрастырды. Және төртінші оқушы сұраққа сай іс-әрекетті дәлелдеді. Бұл жерде оқушыларда бас кейіпкері бұл жерде Абай Құнанбайұлы. Абай өскенде ақын болды. Ой пікірі. Оған дулат ақын бата берді. Сұрақтар. Абайдың әжесі кімді құрметтеді? Іс-әрекеті. Абайдың әжесі Зере дулат ақынды құрметтеді. Себебі дулат ақын Абайға бата берді. Мысалы, оқушылармен Абай ұлы ақын тақырыбын өткен кезде міне осындай тапсырма берілді. Бірінші топтың тапсырмасы. Мәтіні. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын. Абай өмір, білім, табиғат туралы өлең жазды. Абай орыс ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Абайдың өлеңдері әлемнің 33 тіліне аударылды. Міне осы тапсырма оқушыларға берілді. Топта 4 оқушыдан отырды, және олар топ басшысын сайлап алды ең бірінші. Және оқушылар осы тапсырмаларды орындап, кестені толтырды. Бұл жерде оқушылар міне мындай мысалдар келтірілді. Кейіпкердің бейнесін ашатын дерек факт деген жерге былай деп жазды оқушылар. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын. Кейіпкер туралы оқушының ойы қандай? Абай көп өлең жазды деп жауап беріпті. Және үшінші кейіпкердің образдық тұлғасын ашатын сұрақтар Абайдың өлеңдері әлемнің қанша тіліне аударылды деп сұрақ қойыпты. Және үшінші
іс-әрекетті дәлелдепті. Абай өмір, білім, табиғат туралы өлең жазды. Сондықтан ол ұлы атақты ақын деп осындай ойларымен оқушылар дәлелдеді. Бұл фила кестесі әдісінің мақсаты сыни ойлата отырып проблеманы шеше білуге жетелеу. Әдістің тиімділігі қандай? Бұл әдіс тапсырманы орындау барысында оқушылардың ойлау қабілеттері дамиды. Сонымен қатар оқушылардың сыни ойлау қабілеттері дамиды және оқушылардың оқу сауаттылық қабілеттері дамиды. Қорыта келгенде, бұл фила кестесі әдісі қазақ тілі сабағында мәтінмен жұмыс жасау барысында өте тиімді тәсіл деп санаймын.